1983 жылдан бері бірде-бір бала бұл елде дүниеге келмеген, әйелдер почти жоқ деуге болады. Ал больницаға келетін болсақ, роддом атымен жоқ бұл елде. Жындар, шайтандардың көбісі ведьмалардың кинодан көріп жүргеніміз. Осы елдің тарихына сүйеніп түсірілген, осы елде түсірілген. Бұл ел кезінде өткен ғасырларда бүкіл Европаны басқарған. Ватикан, яғни Рим папасының резиденциясы, бұл Италияның ішінде орналасқан өзінің астанасы Римнің орталығында жеке кішкентай ғана мемлекет. Өзінің жеке туы бар, елтаңбасы бар, өзінің жеке армиясы бар, мемлекет шекарасы бар. Жалпы халық санына келетін болсақ, 900-де ғана халық бар өзі. 900 халықтың ішінде 15-16 ғана әйелдер. Әйелдер енді музей саласында жұмыс істейді көбісі. Ал үйлену отбасын құруға келетін болсақ, жеке әскеріне ғана үйленуге болады. Дін қызметкерлеріне үйленуге болмайды. Оның өзі қатаң тәртіппен. Соның ішінде жаңа айтқанымдай бірде-бір бала дүниеге келмеген. Барлық бала осы Италияда дүниеге келеді. Италиялық болып, содан кейін барып осы, яғни 900 адамның барлығы да сыртта дүниеге келген. Италиялықтар, Германия, басқа да Европа елдерінен арнайы осы Рим папаға қызмет жасаймыз деп көшіп азаматтығын ауыстырып келген адамдар негізі 900 адам. 1929 жылы өз тәуелсіздігін алған Италиядан монархты мемлекет. Айтарым осы, лайк басып отырыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Рахмет.